Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бір жасағаннан бірден шығатын шоколадты шифон бисквитін дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз формасын дайындап аламыз. Форма менде диаметрі 19. Астын осылай фольгамен жақсылап бекітіп, жан-жағын, яғни біздің массамыз шығып кетпейтіндей етіп жақсылап қысып дайындап аламыз. Енді бисквитімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге 5 жұмыртқа қажет. 5 жұмыртқаны осылай ағы мен сарысынан ажыратып аламыз. Міндетті түрде әр жұмыртқаны жеке-жеке осылай ыдысқа ағын ажыратып барып, үлкен араластыратын ыдысқа салсаңыздар болады. Немесе сарысы түсіп кетсе, бүкіл ақуызды бүлдіріп алуларыңыз мүмкін. Жақсылап осылай 5 жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып алғаннан кейін ақуызға сәл тұз қосып, жақсылап миксерлейміз. Сәл кішкене ағарғаннан кейін осы ақуызымызға қантымызды қосылып, жақсылап тағы да барлық максималды скоростьта миксерлеп аламыз. Бізде дәл осындай меренга болуы қажет. Енді какаоымызға қайнап тұрған кипяток құйып, жақсылап араластырып шетке қойып қоямыз. Сәл суы керек. 5 жұмыртқаның сарысына сұйық майымызды қосып жақсылап араластырамыз. Және де жаңа суыған какаоымызды қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Енді бізде 3 масса болады, яғни ол бізде меренга, және де құрғақ қоспа онымен разогретель, және жұмыртқа қоспасы, какао қосылған. Осыған енді меренгамызбен құрғақ қоспаны кезек салып шетінен араластырамыз. Яғни венчикпен немесе лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай ауасын шығарып, көтерілген массаны түсіріп алмастай етіп жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бізде міне дәл осындай көтерілген әдемі масса болады. Осы массамызды енді өзіміз дайындаған жаңа 19 диаметрлік 2 формаға теңдей етіп бөліп аламыз. Формамызға жақсылап құйып, 170 градуста ысып тұрған пешке 30-40 минутқа салып пісіріп аламыз. Піскен бисквитімізді бірден алып, дәл осылай решетканың үстіне 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бисквитіміз толық суығаннан кейін формадан пышақтың көмегімен ажыратып аламыз. Бізде осындай көлемі бірдей әдемі бисквит дайын болды. Енді теңдей етіп бөлеміз. Міндетті түрде бетін алып тастаймыз. Және де әр бисквитті 2-ге бөлеміз. Сонда сіздерде 4 корж дайын болады. Бұл бисквит, яғни ылғалды, влажный дейді ғой, ешқандай пропитканы қажет етпейді. Арасына кез келген начинкаңызды салып, яғни креммен өз қалауларыңызша әдемі торт жасасаңыздар болады. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін. Менің арнамда бұдан да басқа, яғни декорға арналған леденцийді қалай жасау керек жолдары, және де креммен қалай әдемі узор жасау керектігі жайлы, және де мастикамен қалай жұмыс жасау керектігі жайлы видеороликтер бар. Кіріп көрсеңіздер болады.